Сонда Алла Тағала андай бір аятты келтіреді. Бәл матта'тухум ва абаахум. Қорыта келгенде дейді, ей пайғамбар, осы кездерде түсіп жатқан аяттардың бір несі ғой. Сол шындап келген кезде анығын айтайын дейді. Мен бұларды күллі дүниеге пайдаландырдым. Бермеген нәрсем жоқ дейді. Меккеліктерді айтып жатыр. Пайдаландырдым, бердім. Сондай-ақ ва абаахум, бұлардан алдын өткен әкелерін де мен дейді. Дүниеде берген, ризықтандырғанда, мансап бергенде, жұмыс бергенде де күллісін мен дейді істеген. Қараңыз қалай тақырыпты айтып жатыр. Шақыруды қалай тастайды адамға. Меккеліктерді, сенің кезіңдегі мына меккеліктерді, сондай-ақ бұлардың әкелерінде осы күнге дейін мен дейді асырап та жасап келген дейді. Яғни жаңағы біреуінде мансап бар, біреуінде күш бар, біреуінде қуат бар, біреуінде түйелер бар, біреуінде қойлар бар, біреуінде жаңағы бақшалар бар. Барлығы менікі деп тұрған кезде атап айтады. Мен дейді берген мынаны. Емтиханнан өткізу үшін. Мына сөзіне қараңыздар енді. Мен бұларды да әкелерінде пайдаландырдым. Хатта жаахумул хаққу ва расулун мубин. Өздеріне хақ Құран келгенге дейін. Қарасаңызшы, және айқын елші келгенге дейін. Яғни мүмкін емес. Шындап келген кезде меккеліктердің күдіктенуге ешқандай несі жоқ. Жол қалдырмаған Алла Тағала. Күдіктенуге бір нәрсе қалдырмағанда, өзіңіз ойлаңыз. Елші де айқын, ішкі дүниелерінде мойындап тұр. Құран да хақ мойындап тұр. Осы екі нәрсе, елші мен Құран келгенге дейін пайдаландырдым да, сол күнге дейін пайдаландырғаныма шүкір ете ма, шүкір етпей ма деп осы екі нәрсені алып келдім дейді. Қазір егер мұнаны құшақтай қойса, онда осы күнге дейін мені мойындап келді деп қабылдай беріңдер. Елшіні құшақтай қойса, егер де мына екеуін итеретін болса, онда ананың барлығы заяға кеткен өмір, заяға кеткен мансап, заяға кеткен төрт түлік мал, бақшалар, күлісі осы нәрсе. Міне сол електен өткізіп жатыр.